Ғаламшардағы жануарлардың жойылуының 96% адамның әрекетінен болады екен. Ғалымдар бұл көрсеткішке соңғы 15 мың жыл ішінде жойылып кеткен 300-ден астам сүтқоректілерді талдау арқылы келді. Жоғары интеллектке ие болған адам баласына жануарлар мыңдаған жылдар бойы қорек болып келуде. Ендеше сіздердің назарларыңызға адамның әрекетінен жойылып кеткен жануарлар. Теңіз сиыры бүгінгі адам әрекетінен жойылып кеткен жануарлар тізімін ашады. 18 ғасырдың 40 жылдарының басында теңізшілер бұл ерекше жануарларды алғаш рет көріп сипаттады. Қозғалысы баяу және үлкен болғандықтан бұл жануарға олар теңіз сиыры деп атау берді. Таңғажайып тіршілік иелерінің ұзындығы шамамен 8 метрге жетті және адамдардан мүлдем қорықпады. Сондықтан бұл жануарды аулау адамдарға қиындық туғызбады. Дәмді ет үшін аңшылар теңіз сиырларын небары 27 жыл ішінде қырып тастады. Тұран жолбарысы сонымен қатар Закавказ жолбарысы немесе Каспий жолбарысы орталық Азияда, Иранның солтүстігінде және Кавказда өмір сүрген. Жолбарыстың бұл түрі өзінің ашық қызыл түсімен, сондай-ақ жолақтарының ұзындығымен ерекшеленді. Тұрандық жолбарыс көлемі жағынан өте үлкен болды. Бенгал және Амур түрлерінен кейін екінші орында. Үлкен тұрандық жолбарыстың салмағы 240 килограммды құрайды, бірақ олар одан да үлкен болды деген болжам бар. Бұл жыртқыштың мекені орталық Азияда өзендердің жағасындағы қамыс тоғайлары болды. Жолбарыстардың қорегіне қарақұйрықтар, ақбөкендер, құландар, еліктер және жабайы қабандар сияқты ірі сүтқоректілер айналды. Олардың тұрақты мекендейтін жерінің жоғарғы шегі Қазақстандағы Балқаш көлі болды. Тұран жолбарысы соңғы рет 1957 жылы байқалып, небәрі 13 жылдан кейін жойылды деп жарияланды. Жойылудың басты себебі жолбарыстар адамдарға шабуыл жасап, оларды қамыстар арасына сүйреп әкететін болған. Содан кейін оларға қарсы жаппай аңшылық қолға алынды. Тасмандық қасқыр немесе тилатсин деп аталатын бұл ерекше жыртқыштың соңғы түрі 1930 жылы атылған. Тасмандық қасқырлардың тіршілік еткен жері Австралия болған. Тасмандық қасқырдың салмағы 20 келедей болды. Сыртқы түрі қасқыр мен итке ұқсас келді. Құйрығы астында бөлтіріктеріне арналған дорбасы болды. Терісінде жолбарыстікіндей ұзын қара жолақтары бұл жыртқышты одан сайын ерекше етті. Еуропалықтар кішкентай жыртқыштармен 18 ғасырда таныс болды және оларды бірден аулай бастады. Бірнеше жылдан кейін адамдардың тасмандық қасқырларды тірідей көргендеріне 100 жыл толады. Тасмандық қасқыр жергілікті қой шаруашылығына үлкен қауіп төндіреді деп есептелінді. Олар қауіпке қарсы күрескені соншалық, көп ұзамай аман қалған қасқырлар адамдардан алыс жаққа көшіп кетті. Бірақ адамдар сонда да олардың түбіне жетті. Жер шарында ұшпайтын құстардың көптеген түрі бар. Солардың бірі осы маврикиялық додо құсы болған. Еуропалықтар додо құсы туралы алғашқы ақпаратты 16 ғасырдың аяғында алды. Адамдар көгершіндер тұқымдасының өкілдерін қуана аулады және 50 жыл бойы оларды толығымен жеп бітірді. Ғалымдар додо құсын зерттеуге бірде-бір дарасы тірі қалмаған кезде ғана бет бұрды. Алғашында ғылыми ортада маврикиялық додо аңыз бен қиялдың жемісі деген қауесет тарады. Өйткені додо құсының сыртқы түрі нақты белгісіз, оның бейнесі тек суреттер мен жазба деректерден қалпына келтірілді. Кейінірек жойылып кеткен құс қаңқалары табылды. Олардан орнитологтар құстардың шамамен сыртқы түрін қалпына келтіруге тырысты. Жойылып кеткен түрлердің өкілдерінің ұзындығы 1 метрге жетіп, салмағы 18 келеге жеткен, құйрығы қысқа және тұмсығы ерекше болған. Тор деп аталатын дала кеңістігін сүйетін жабайы өгіздер де адам кесірінен жойылып кеткен жануарларға айналды. Солтүстік Африка мен Месопотамияда өмір сүрген торлар біздің дәуірімізге дейін жойылды. Оларға жасалған аңшылықтың салдарынан 17 ғасырдың ортасына қарай ұзын мүйізді жануарлар жердегі тіршілігін тоқтатты. Олар бұлшық етті, ірі денелі, биіктігі 1,5 метрден асатын, салмағы 800 келеге дейін жететін күшті өгіз болды. Абингдондық піл тасбақасы Галапагос аралдарында ғана кездескен. Тасбақаның бұл түрінің салмағы 400 келеге дейін жеткен. 16 ғасырда піл тасбақаларының популяциясы шамамен 250 мың дара болса, 1970 жылдары олардың саны
3 мыңға дейін азайды. Адамдар оларды ет үшін белсенді түрде жойды. Сол кездері еуропалықтардың бұл тасбақаның етімен тамақтарға сұраныс артты. Бұл тасбақаның соңғы өкілі жалғыз Жорж 2012 жылы өлді. Ол бар өмірін арнайы бақта өткізді. Жалғыз Жорж шамамен 100 жаста болды. Зоологтар кәрі тасбақа ұрпақ қалдырады деп үміттенген болатын. Дегенмен жас өз әсерін тигізді және ғалымдардың барлық әрекеттері сәтсіз болды. Куага оңтүстік Африкада өмір сүрген. Бұл адамдар қолға үйреткен жалғыз жойылып кеткен жануарлар болып табылады. Бұл жануарды адамдар басқа жыртқыштардан қорғануға пайдаланған. Ол қандайда бір жыртқыш жақындағанын сезсе, бірден куага деп дыбыс шығаратын болған. Өз атауында ол осыған байланысталған. Куаганың сыртқы түрі қазіргі зебраларға ұқсас келеді, бірақ оның ала жолақтары денесінің алдыңғы бөлігінде ғана болған. Бурс этникалық тобы бұл жануарларды қатты терісімен ет үшін пайдаланған. Амстердам хайуанаттар бағында дүниеде соңғы куага 1883 жылы өлді. Моғысы Жаңа Зеландияда мекен еткен алып құс осыдан 5 ғасыр бұрын жойылды. Сол дәуірден сақталып қалған сызбаларына қарағанда 3 метрлік қанаты жоқ құстар. Қазіргі түйеқұстарға ұқсайды, алайда олар үлкенірек болды. Оның салмағы 250 келі, ал биіктігі 3,5 метрге дейін жетті. Олардың алып денесі мен әсерлі массасына қарамастан, қауырсында алыптар тек өсімдік тағамдарын жеді, жапырақтар, жемістер және жас өскіндер. Еуропалықтар моға құсының жойылуына қатысқан жоқ. Құстың жойылуы Маори тайпасы, яғни Жаңа Зеландияның байырғы тұрғындарының ісі болып табылады. Олар оның дәмді ет үшін аулады. Бұл оның зерттеулер кезіндегі табылған үлкен табаны. Эпернис бұл да ұшпайтын алып құс. Мадагаскарда тіршілік еткен. Эпернистің биіктігі 3 метрден асып, салмағы шамамен 400 келіге жуық болды. Эпернис тарихта өмір сүрген ең ірі құстардың бірі. Оны қазіргі түйеқұстармен салыстыратын болсақ, айтарлықтай өте үлкен құс болған. Бұл құстардың жойылғанына ұзақ уақыт болғанына қарамастан, олардың жұмыртқаларының жеткілікті саны сақталған. Олардың осы күнге дейін 70 шақтысы табылған. Бұл алып құстарды 17 мен 18 ғасырлар тоғысында адамдар жойды. Қасқыраны Жаңа Зеландия фаунасының өз дәуірінің басты жыртқыштарының бірі болған. Оның аңшылық әдісі қазіргі түрлері сияқты биіктен өз олжасын көріп, мықты тырнақтарын пайдаланып оларды аулаған. Биіктен үлкен жылдамдықпен жасаған соққысы жануарлардың сүйектерін сындыратындай күші болған. Хаст бүркітінің салмағы 10 келіден асса, қанаттары жайған кезде 2,5 метрге жеткен. Бұл қазіргі ең ірі жыртқыш құстардың бірі. Оңтүстік американдық гарпиядан шамамен 30-40% артық. Қас қыранның негізінен құрбанына моға құсы және тағы басқа ірі жануарлар айналған. Бұл алып қыран Маори тайпалары Жаңа Зеландияға қоныстанғаннан кейін көп ұзамай жойылды. Бұл құспен адамдар арасында біраз бәсекелестік болған, бірақ ақыр соңында бұл тартыс адамдар пайдасын шешілді. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.